Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Таразда жолаушылар автобусы қағып кеткен жүргінші көз жұмды. Автобус жүргізушісі жүргіншіні көлік тұрағында қағып кеткен. Тараз жол полициясының мәліметінше 29 қаңтарда Төле би даңғылымен келе жатқан маршруттық автобус жүргізушісі жол ережесін өрескел бұзып, көлік тұрағына кіріп кетіп, жаяу жүргіншіні мерт қылған деп хабарлайды Айқын.кз. Жамбыл облысының полиция департаментінің қызметкерлері Таразда жаяу жүргінші мен жолаушылар автобусы соқтығысуы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалын бастады. Апат салдарынан жаяу жүргінші алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды делінген хабарламада. Ведомство қазір автобус жүргізушісіне қатысты бұлтартпау шарасын таңдау мәселесі шешіліп жатқанын айтты. Сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас кетулеріңізді сұраймыз.